Сана таталмайтын, елімнің ертең тереңнің ойлайтын. Достың жылауы, бірліктің бараны, алалап тоқтамай жүректе жанады. Таза біздің қаламыз, таза біздің даламыз. Бірге жеңген барлығын, біз бақытты баламыз. Таза біздің қаламыз, таза біздің даламыз. Бірге жеңген барлығын, біз бақытты баламыз, баламыз. Құрметте білгенді, қамқор боп қаншама, қазақтың ел деген паш ертең баршаға. Қазағым мәңгілік, жайнасын сән құрып, елдің нұраны шырғасын жаңғырып. Бәріміз бірге ұрандап күндеп, болашаққа барайық. Таза біздің қаламыз, таза біздің даламыз. Бірге жеңген барлығын, біз бақытты баламыз. Таза біздің қаламыз, таза біздің даламыз. Бірге жеңген барлығын, біз бақытты баламыз, Тазалығын даламның, тазалығын қаламның, ұрпағындай қарайтын, мен бақытты баламын. Тазалығын даламның, тазалығын қаламның, ұрпағындай қарайтын, мен бақытты баламын, баламын. Тамаша, керемет орындау, тәтті қыздың орындауындағы бір тәтті ән екен, е? Құрметті көрермен, қонақжай студиямызға келіп жайғасқан меймандарымызбен таныс болайық. Мұратәлі Оспанбай Бақжұлдыз медиа директоры әрі продюсері. Құралай Құсайын Бақжұлдыз продюсерлік жобасының мүшесі және Абай Әділбек Бақжұлдыз продюсерлік жобасының мүшесі. Қош келдіңіздер біздің студиямызға. Қайырлы таң, рахмет үлкен. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Жақсы, Өте керемет. Керемет. Айттарыңыз қабыл болсын, өткен айттарыңыз үлкен қабыл болсын. рахмет, енді. Жалпы осы саундтрек Аула сақшылары фильмінің саундтрегі екен, е? Бұл осыдан 2 жыл бұрын Талдықорған қаласында, Жетісу өңірінде кейбір бірқатар жерлері Панфилов ауданы Ұшарал ауылында түсіріліп басталған Аула сақшылары деген балалар тәрбиесіне негізделген сериал болған. Балалар және отбасылық сериал болған. Сол сериалдан біз жаңағы материалдарды жинақтап, бірқатар жерлерін толық метражды фильм жасап, өткен жылы 24 жылдың мамыр айында еліміздің барша кинотеатрлары арқылы полный метр фильм көрсеткен болатынбыз. Сол фильмге өзі кез келген бір жобаның бір сұрайтын дүниелері болады ғой, бір толықтырып кету керек болады, тағы бір жаңағы жасап кететін жерлері, артық жерлері болса алып тастайтын деген сияқты. Сол жерге менің бір сөзіммен әніме жаңағы саундтрек туындады. Соны жаздырып, Алматыда студияға даярлатып, сол фильм негізінде қазір сол саундтректі орындап жарыққа шығарған осы Құралайға бұйырған екен. Тұсаукесері өтті. Бүгін міне өздеріңізге бейнебаянның, графикалық бейнебаян дейміз ғой, жалпы киноның ішінде кадрлардан үйлестіріліп жасалынған арнайы бейнебаянды осы сіздердің Жетісу медиаға алып келіп тұсауын кесіп, 2 баланың мына жерде және клипті осы Жетісу арнасына табыстап жатырмыз. Осындай жайымыз бар. Жалпы Аула сақшылары фильмі жаңа Қазақстан, таза Қазақстан деп ұрандап жатырмыз ғой. Негізі ел болып, халық болып, осы бір үлкен идеологияға жасөспірімдерді тәрбиелейтін, тәрбиелік мәні өте зор, бір тереңде жатқан тақырыптарды қозғайтын, ұлттық код деп жатырмыз жалпы.
ұлттық бірігу, біздің тіліміз, қарапайым ғана жаңағы отбасылық тәрбие, оның ішіндегі мынау балалар арасындағы ауызбіршілік деген дүниенің барлығын толықтай қамтитын үлкен сериал болып қалыптасты. Оның жаңағы ішінен іріктеп жасалынып шыққан полный метрі осы сіздердің арналарыңызда қазір көрсетіліп жатыр. Жібек жолы арнасына кетті осыдан бір аз күн ғана болды мысалы. Осындай бір керемет фильмнің тек қана Бақ жұлдызда фильм ғана емес, сонымен саундтрек шығып, соның ары қарай бір балаларды елек етіп жатқанның өзі біз үшін өте үлкен қуаныш болып жатыр. Соның бірі міне біздің Құралай қызымыз. Жалпы осы әннің сөзін жаздыңыз, өзіңіз жаздыңыз ғой? Сөз де ән де менікі. Керемет. Құралай, көңіл күй қалай? Жақсы. Енді осы әнге Құралай келеді-ау деп қалай іріктелді? Жалпы менде, жалпы Бақ жұлдыз медианың өзінде бір 30-дан астам ғана бала бар. Біз көп балаларды қабылдап ала бермейміз. Курстың өзіне кастингпен аламыз біз қазір қатардағы курстың өзіне. Соның ішінде 8-9 бала бар. Продюсерлік құрам, яғни алдыңғы қатардағы сайып қыран жаңағы жауынгерлер деп айтамыз ғой, іріктелген топ. Соның ішінде осы екеуі бар. Бұғанға дейін де эфирлерде шыққанбыз. Құралайдың өзінің кавер әні бар. Мақпал Жүнісов апамыздың «Биле-биле» деген әнінде кавер жазып кішігірім бейнебаян түсірген болатынбыз. Оның да тұсаукесерін осы жерден жасаған болатынбыз. Осы жаңағы іріктелген топтың ішінде әртүрлі мына мінездемесі дейміз ғой, мінездемесіне сай. Дауыс ырғағы келу. Дауыс ырғағы бар. Оның жаңағы баланың табиғаты, қазақилығы, болмаса жаңағы бір заманауи дүниелерге жақындығы деген сияқты әртүрлі өзінің категориясы бар. Сол бір қатар жаңағы сараптама жасауға негізделген өздерінің анкеталары бар. Сол зерттеудің нәтижесінде ол анкета жаңағы 3 ай сайын, 2 ай сайын жаңарып отырады. Өйткені баланың бойы, дауысы, оның жаңағы шаш үлгісі деген сияқты, киім үлгісі, айтылатын әні, конкурсқа тағысындағы соған байланысты қалыпты жағдайда өзгеріп тұрады. Соның негізінде осы бір қазақи ән, ойнақы бір сондай бір керемет ән болғаннан кейін Құралайға дөп түсетін білдім, және дәл өзіне келді. Әлгі көп жағдайда әнді балалардың қабылдау дейміз ғой, кей кезде мәжбүрлі түрде қабылдатуға тура келеді, өйткені талап сондай болады кейбір конкурстардың. Айтқызуға тура келеді, бала ұнатпай жатады әнді, бірақ қажеттілік сондай болады. Мысалы, кейбір әндерде заманауи әндерді орындасын, эстрадалық әндерді орындасын, болмаса бір жаңағы пәленбай ақынның әнін орындасын деген сияқты. Оны орындағысы келмей жатса да қажеттілік болғаннан кейін орындайды, енді амал жоқсын. Енді Абайға келсек, Абай Әділбек ағамыз. Әділбек деген батырымыз, бұл енді екінші біздің түсірілген фильміміз өткен жылдың шілде айында осы Талдықорғанда, және мынау төңірегімізде ауылдар көп қой. Осы маңымызда таулы аймақтар бар, орманды аймақтардың барлығын қамтып, қазақшасы ойынды жаза, жаңағы ағылшыншасы Паниш Гейм. Енді қазір Паниш Гейм деген режиссер Медет Елгедаевтың жаңағы берген атауы болды. Неге десеңіздер, ойнап жүріп от басады, ойыннан өрт жағады деген сияқты қазақтың бір өзгеше екен, ағылшынша. Қазіргі балаларға тез бір қабылдансын деп Паниш Гейм деп атады. Сол Паниш Гейм фильмнің саундтрегі, ол сөзі менікі, әнін жазған осы қаламызда аранжировщик композитор бауырымыз бар, Ержан Сағатов дейтін. Сол азаматтың жазған әніне жаңағы сөз жазылды, осы әнге берілді. Бұл жерде енді мынандай бір дүние бар ғой, жаңағы аула сақшыларында балалардың бір кішкентай ауызбіршілігі ойнап жүріп бір жақсы бір дүниелерді, позитивні дейміз ғой, орысшалап айтсақ, бір жағымды бір дүниелерді берсе, Паниш Геймде жаза дегенде атында тұр бір ауырлау, салмақты. Өйткені қазір өзі біздің енді бала тәрбиесінде жүргеннен кейін қоғамдағы мәселені қозғаймыз ғой. Бұл жерде лудомания деген бар. Ойынға, смартфон соткаларға тәуелділік, оның ішіндегі түрлі психологиялық әсер беретін әртүрлі ойындар бар ғой. Неше түрлі приложениялар бар, мысалы. Соған тәуелділік бар. Тіпті кейбір балалар осы фильмді түсіретін кезде, зерттеген кезде біз өзіміз қорқып кеттік. Себебі
теле шығып әп-әбәт болып кәдімгідей мектепте жүрген балалар 4-5 сыныпқа дейін ойынға деген тәуелділіктің кесірінен анатомиясы бұзылып кеткен, түрі бұзылып кеткен, басы жаңағы алдыға қарай еңкейіп салбырап, сондай бір әртүрлі қорқынышты оқиғалардың болған біз байқап. Тіпті Қазақстанның өзінде баланың тілі көрмеліп қалған, психологиялық ауытқу, тамақтан атқазып берген балалар, ата-анасымен сөйлеуге жаңағы үзілді-кесілді атқазып берген балалар, соткасын албаса жаңағы психологиялық қандай да бір жағдайға ұшырайды, өзін өзі ұрады, соғады. Неше түрлі қорқыныш дүниеге бардық. Сонымен қатар қоғамда әртүрлі жаңағы ұрлық қарлыққа, төбелеске, сондай бір нәрселерге бейім тәртіп жағынан төмен балалар болғаннан кейін біз осылардың жаңағы картинасын беруге жұмыс жасадық. Сондай бір орталық болады, оны ары қарай жаңағы енді көрермен сіздердің арналарыңыз арқылы көріп жатыр оны, YouTube арнасы арқылы. Сол фильмге түсірілген жаңағы шағын графикалық клип болды, осы құралайдық сияқты. Оны енді ер балалардың мынау бір жігерленіп тұрып, ата-анаға деген басында өздері қателік жасап, қайтадан өздерінің ақылдарымен сол қателіктерінің негізінде өздерін өздері тапқан балалар болғаннан кейін, енді бір ер баланың мінезі керек болғаннан кейін, біз бірден Әділбек дедік, себебі Әділбектің осы стилистикада өлең айтуы, әнді жеткізуі өте жақсы, жоғары деңгейде. Иә, ер балаға тән жаңағы жігерленіп, сондай бір төңірегіндегі достарына, біз айтсақ, әлгі тәрбие беріп отырғандай бір форматта айтамыз да, өздері айтса, өз аудиториясы ғой, өздеріне бір жақсы ветімде болады деп, сонымен жаңағы Әділбекке бердік. Понижгейм киносын. Дәл осы әнді енді көрерменге тарту етсек, фильмнің саундтрегін. Мархабат. Понижгейм фильмнің саундтрегі. Әділбек Абайдың орындауында. Ал кет.
Тұсаукесерлеріңіз құтты болсын, өнерлеріңіз болсын. өрге жүзсін. Рахмет Жалпы енді сіздерге. кастинг деп қалдыңыз, Бағжұлдыз медиасына кастинг қалай өтеді? Немесе белгілі бір уақыттарда өтеді ме? Бізде әрине белгілі уақыттарда өтеді, ол киноға кастинг. Ал енді курсқа келемін, қатысамын деп жаңағындай ниет танытқан ата-аналар балаларын алып келіп жатады. Кастингтен өткіземіз. Тілге көп мән береміз. Қазақ тіліне көп балалар, қазір әсіресе қаланың балалары ың әріптері айтылмайды. Менің, сенің акцентпен тұрады арт жағында, өкінішке орай орысшаға қарай бейім болып кеткен. Ондай балаларды қазақ сахнасына алып шығу кішкене бір жағынан ыңғайсыз. Одан кейін қазақ шығармашылығы, қазақ киносы деген үлкен киелі дүниені біз жаңағы лайлаудан аулақпыз. Сондықтан сондай дүниесі бар. Және біз курсқа алсақ келісімшартпен 3 жылға бірағынан аламыз. 3 жыл бойы, себебі нәтиже шығару керек баладан. Өтірік дайындап 5-6 жыл бойы неше түрлі кружоктар бар, енді қаралай алмаймыз ғой. Бірақ нәтиже жоқ, соңында бала не шығармашылықта жоқ, не басқа да жоқ, өзін өзі таппай қалып жататын жағдайлар болып жатады. Біз оған жібермейміз, себебі Құралайдың өзіне таза 2,5 жыл болды менде жүргенде. Оның артынан іле шала 2 айдан кейін Әділбек келген, 2 жылдан асқан уақыт болып қалды Әділбекке. Осының негізінде бір практика айтуға болады. Осы Паниж геймге Құралай негізгі топқа өтті, ешқандай кастингсіз. Өйткені оның жаңағы стаж дейміз ғой, енді еңбек жұмысшыда еңбегін бағалау негізінде сол жаңағы киноның негізгі рөлдерін топтың ішіне өтті да, эпизодта бізде жаңа Әділбек болды. Өйткені бірінің артынан бір келе жатқан балалар өздерінің дәрежесіне байланысты, жұмысына байланысты бізге жаңағы жобалардың ішінде болып отырады. Ал енді дәл қазіргі кезде бір фантастикалық балаларға арналған таза комедияға негізделген бір фильмге кастинг жүріп жатыр. Осы Талдықорған өңірі бойынша Панфилов ауданында түсірілген киномыз болды ғой, біздің декабрьде «Бір үйдің баласындай» деген. Ол фильмде аз уақытта кавер ән болып, саундтрекі бар, енді саунд дейміз бе, бірақ сол фильммен біте қайнасқан алдыңғы уақытта осы студияға алып келетін ойымызда бар. Оның клипі де түсірді, арнайы клип режимда түсірілген, жаңағы игровой дейміз ғой, сондай ол уақыт деген кезде. Енді сол жақта Панфилов ауданында түсірілгеннен кейін ол жақтан да өзімізге, тобымызға, қатарымызға қосылған балалар болды. Енді қазір осы жан жақтан топқа жиналған балаларымыз бар киноға. Енді тағы да қосымша кастинг өтіп жатыр фильмге. Осы жаңағы фантастикалық фильмге сол топты ары қарай құрайды. 14-13 бала ойнайды ол фильмде. Кастингке алып келем деген, балаларын алып келем деген ата-аналар болса, ниет білдірушілер болса, 8-16 жас аралығындағы балаларды таза қазақша сөйлейтін, тілі таза, шығармашылыққа қызығатын балалар болса алып келсе, біз ол балаларды осылар сияқты ары қарай алып кетеміз. Міне қазір мамыр айының 12-сі ме 13 күндері 2 баламда Турцияға ұшады. Халықаралық жаңағы үлкен байқауда өнер көрсетеді, барып сол жерге ән бағыты бойынша. Екеуі де әнші. Киноға да дайындаймыз. Біз енді 2 бағытты бірде алып жүреміз ғой балаларға. Сондықтан жаңағы тілге өте терең мән беретініміз содан. Алда болатын жарысқа сәттілік. Жалпы балалардан сұрайықшы, болашақта кім болғыларың келеді? Ең танымал әнші болғым келеді. Әнші болғың келеді ме? Сен ше Құралай? Мен де өскен кезде әнші болғым келеді. Өздеріне Бағжұлдыз медиасы ұнайды ма? Иә. Бағжұлдыз медиа бізге өте қатты ұнайды. Себебі біздің Бағжұлдыз кино және вокал сабағынан береді. Және продюсерский топқа кіргенде жеке тапсырмаларымызды аламыз. Жеке жұмыс болады. Жоба болып қалыптасады, әр бала жеке жоба болып қалыптасады. 11-ші сыныпқа дейін балалардың алгоритмі даярланады. 3 жылдан 5 жылға дейін. Сосын сол алгоритм бойынша балалар жұмыс жасайды, клипке түседі, әнін шығару керек деген сияқты. Өнерлеріңіз өрге жүзсін, арнайы студиямызға келіп, осындай тұсаукесер жасап жатқандарыңызға одан да көбейе берсін. Енді көрерменге білдірер ниет тілектеріңіз болса мархабат. Тілек айтамыз, көрерменге тілек айтсаңыздар. Жетісу көрерменіне. Құралай, сен айтасың ба? Айтамыз. Айта ғой.
Барларыңыз аман болыңыздар. Денсаулықтарыңыз мықты және өмірлеріңіз ұзақ болсын. Ай, бәрекелді. Иә. Көп рахмет арнайы студиямызға келіп, міне қонақ болып жатырсыздар. Қымбатты көрермен, біз әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгін халықаралық